Ей, сен новенькая не құтырып жүрсің? Не құтырып жүрсің сен? Шутка ғой бұл саған, пранк қой. Сен қалдың ба? Неде күшті күлдір пранк жасадың? Күшті жасадың. Кетіп жүрдіңде. Сонда бұл пранк па? Пранк емес па? Сен қалдың. Жүр кеттік демондармен барып, демондарды бір көріп қайтайық. Жоқ, көрмеймін, мен қорқам демондардан. Жарайды, жүр Альбина, жүр. Кеттік. Осындай болу керек қой. Кішкентай болып алып барып демондарды көріп қайтайық. Қалай демондарға барады, Нұр? Мен қорқамын. Достармен, кей-поптармен сыныптас болғаныма қуанып едім. Оказывается, кей-поптармен вообще сыныптас болуға болмайды екен ғой. Мен қорқып жатырмын. Аналар не істеп жатыр? Қалай төбелесіп жатыр? Мен де көріп келейінші демондар. Қалай төбелесетін? Мен де үйреніп алмай сөйтіп. Мен де аналардың қасына қосылып жүремін. Демондармен біз шайқасып үлгердік, сен неге апалып жатсың? Жүр, қазір тағы да демондар келеді. Мен қорқамын демондан. Тағы да демон келді ма? Ей, Кәусар! Мен ғой, мұғаліммін ғой. Біздің өзіміздің сабағымыздың арасында демондармен шайқас деген сабақ бар. Мен бұларға өтірік демон болып келемін, мыналарды шайқастырамын ғой. Ой, сендердің жаңағыға да сеніп жүрсің бе? Мен ғой ол. Өзі сабағымыздың арасында бар ғой. Ой, сендер мынаны қолданып үйренбесе, несіне ұстап жүр бұны? Сол ғой? Мен болмаймын, кей-поп мен болмаймын. Мен демондармен шайқаспаймын, мен өскен кезімде әшейін шаш қырқатын, шаш тараз боламын. Қой, шаш тараз деген модадан қалып кетті. Кетем! Ештеңе етпейді. Басында солай болады. Басында қорқасың, жылайсың. Мына Руми, мысал үшін мен саған күшті керемет оқиға айтып берейінші. Алғашында Руми бізге 5 жасында келді. 5 жасында келген кезде дым ештеңе білмейтін. Ой деп жылай беретін. Дәретханаға барғысы келсе де отырып алып жылап отыратын қыз тұғын. Қазір қандай? Әрі кей-поп, әрі охотница. Қылышпен қалай өнер көрсетеді. Демондарды қуған кезде қандай керемет өнері. Ал Мира қандай еді? Мира кішкентай ғана ботақан 3 жасында келген менің мектебіме. Мира мүлдем сөйлей алмайтын тұғын. Оның атын Мира деп өзіміз қойдық. Иә? Қазір қандай батыр қыз? Қазір қандай өлеңдер айтады? Ал Зои ше? Зои бізге 1 жасынан келген. Сондықтан да біз бұны біздің бөпеміз деп айтамыз. Руми мен Мира Зоиға сүт беріп өзі өсірген. Рас па? Иә. Анда-санда әпке ретінде ұрсып алады.
анда-санда әпке ретінде еркелетіп алады. Сен олардың ортасында отырып алып, анау жаман, анау жақсы екен, дей берме. Бұл жерде де кәдімгі өмір бар. Ал Альбина бізге жақында қосылды. Бұл менің ең сүйікті қызым, Еркетайым. Өзі мысықты жақсы көреді. Сондықтан біз бұны белый кот деген ат қойғымыз келіп жатыр. Әппақ мысықтың киімін кигіземіз, Саған ұнайды ғой, Иә. Ал сен өзіңе образ таңда. Мына образдардың бәрін өздері таңдаған. Бұл өзіне образды, мысық образын таңдап жатыр. Сен өзіңе қандай образ таңдайсың, Ертең сені де айтып отыратын боламыз ғой жаңадан келген новенькаяларға. Кәусар бізге былай келген, деміңді көріп шошып, деп талып қалған деп айтамыз, Иә. Ал давай Кәусарға күшті образ таңдайықшы. Достар, енді кей-поптар 3 емес 5 болып жүретін болады. Олардың құрамына 2 персонаж қосылды. Енді қандай образ таңдаймыз? Кім қыламыз? Гринч? Жоқ, жараспайды. Біз Кәусиге Кәуси деген ат қой. Кәуси болсын аты. Міне, Мира, Руми, Кәуси, Кәуси, Зои. Вот. Біздің кішкентай ғана мысығымыз Альби. Руми, Мира, Альби, Кәуси, Зои. Қалай сіздерге 5 кей-поп? Ал сіз мысық боласыз, ал сізді біз кішкентай ғана панда қылайық. Қалай болады? Панданың костюмінде жүрсеңіз, Леди Гага боласыз ба? Енді кім боласыз? Жолбарыстың, Черная пантераның. Енді кім боласыз сізге? Онда сізді керемет бір кей-поп стилінде шығарамыз. Жарай ма? Достар, жалғасын көргілеріңіз келсе, біз келесі серияда осы 5 персонаждан тұратын демондарға, охотницаларға күшті. Ол үшін лайкты 10 мыңнан асырып тастайық. Достар, біздің арнаға тіркеліп алыңыздар. Біздің нұсқадағы кей-поп охотницалардың керемет киносын көретін боласыздар. Ал Кәуси кетпейтін болдың ба? Кей-поптармен қалатын болдың ба? Жалпы ұнады ма? Жалпы ұнапты. Онда жаңа сабаққа кірсейік. Кәуси шыға ғой. Бүгінгі көрген нәрселеріңмен бөлісе ғой. Осында кәне не көрдің бүгін? Не түйдің бүгін? Саған жалпы сынып ұнады ма, ұнамады ма? Ұнады. Кәне. Ал айта ғой Кәуси. Мен демондармен Мира 3 охотницаны демондармен төбелескенін көрдім. Бірақ мен талып қалдым, соңын әдін көрмедім. Орғанын көрмедім. Еще Мира, Зои, Руми төбелескендерін көргенде қызық болатын еді. Еще әндері маған қатты ұнайды. Еще билегендері қатты ұнайды сендердің. Күшті! Шапалақтаймыз! Біздің жаңа мүшеміз Кәуси. Қарсы алыңыздар, Кәусиге де әдемі костюмдер заказ беретін боламыз, Бірақ сен талып қалғаның болмады. Сен талып қалмағанда вообще кино көретін едің. Мына жерде кино болды ғой, кино. Мыналар кәдімгідей охотница болды ғой. Қылышпен істеген. Деді ғой. Отыра ғой енді. Отыр. Жақсы. Үлгеріміңді жақсылап, жарай ма? Көрген нәрсенің бәріне талып қала берсін, сен қалай охотница боласың? Шырағым ау. Мен өнерімді көрсетсем болады. Ал достар, бүгінгі сабақты қорытындылайтын Румидің музыкасы болады. Руми өзі билеп, өз өнерін көрсетсін. Сіздер лайк басып, комментарий жазып, бүгінгі біздің кей-поптармен сыныптас болдым деген сериалымызға бағаларыңызды бере кетіңіздер. Ал Руми, Мира, Зои ортаға шығып, сендердің керемет билеріңмен сабағымызды тәмамдайық. Қол шапалақтасыңдар.
саған